сүйектің барлығын қоректендіреді. Енді бұл жерде жаңағы бұл өнім порошок түрінде дайындалған капсулаға салынған өнім. Бұл магний малат деп аталынады. Бұл магний малат тек қана асқазанның сөлімен ғана жұмыс жасайды. Бұның магнийдің бұндай тамаша қасиеті бар екенін 2007 жылы жаңағы жапон ғалымдары зерттеп, осы бірнеше жылдық зерттеулердің нәтижесінде ол кісілер Нобель премиясына ие болды. Енді білесіздер, Нобель сыйлығын кез келген жаңағы жаңалыққа бере бермейтінін, иә. Сондықтан бұл бір өте тамаша, осы медицина саласына қазіргі таңда сондай бір ауқымды болып кіріп келе жатқан дүние бұл сутегі деген. Біздің енді осы өнім жаңағы ағзаға түскеннен кейін асқазанның сөліменен магний малат араласып, сол жерде сутегіні түзеді. Сутегі түзілгеннен кейін жаңағы магний малатыңыз ағзаға жылдам сіңірілетін магнезияға айланады. Міне осы екі өнім қол ұстасып жүріп сіздің ағзаңызда жұмыс жасайды. Ағзаңызды толықтай тазалайды. Ол жаңағы тек қана қан тамырларын ғана тазалап қоймайды, сонымен қатар асқазан ішек жолдарын да тазалайды, лимфаны да тазалайды. Мына буындарда тұрған тұздарды да ерітеді. Соның нәтижесінде көп кісілер қазір тамаша осы результаттар, нәтижелер көріп жатыр, иә. Сонымен қатар біздің ағзамыздың үнемі жас болуына септігін тигізеді. Сутегі деген бұл тамаша бір энергияның көзі. Бұл энергияның көзі болғандықтан ол біздің ағзамызға да күш қуат береді. Сонымен қатар мына біздің жүйке жүйемізді тыныштандырады. Адамның ашушаңдығын, жаңағы шаршаңқылығын, ұйқысының қанбауын, міне осының алдын алады және сол жағдайлардың бәрін қалыпқа әкеледі. Сонымен қатар мына судороги деп айтамыз, иә, тырысулар. Бұлшықеттің қандай да бір жағдайда өздігінен бір тырысулар болып жатады. Көбінде мына балтырдың бұлшықеттері тартылып жатады, иә. Міне осының да алдын алуға және келешекте сол тырысулардың болмауына өте жақсы әсерін тигізеді. Жүрек қан тамырларының ауруларының алдын алады және сонымен қатар сол ауруларды емдейді. Мына инсульттан кейінгі, инфаркттан кейінгі оңалту кезеңінде бұл таптырмас препарат болып табылады қазіргі таңда. Сондықтан енді бұл магний водородты айта беретін болсақ, таңды таңға соғып айтуға болады. Өйткені бұл медицинада да қазіргі таңда өте кең ауқымда қолданылатын өнім. Жаңағы жіті жағдайларға да, экстренный помощь дейміз ғой, жіті жағдайларда да өте кең ауқымды қолданылады. Сонымен қатар жаңағы созылмалы процестерді емдеуде де осы препарат қолданылып жатады. Енді біз осығанға дейін, мысалы үшін, сутегіні бәрлеріңіз білесіздер, иә, оның қандай жағдайда қолданылатынын. Бізде медицинада осы сутегі қосылған жалғыз препарат болды. Ол перекис водорода. Бәріміз білеміз, иә, жарақаттанған жерге егер сол перекисті құятын болсақ, ол көпіршіп, сол жарақаттың ішіндегі барлық жаңағы қоқысты, қанды, іріңді бәрін сыртқа алып шығады, иә, қопарып алып шығады. Міне водород сіздің ағзаңызда тура осындай қызмет атқарады. Сондықтан бұл бүкіл сіздің ағзаңызды тазалауға септігін тигізеді. Сонымен қатар осы магний мен водород екеуі қосылып жұмыс жасағандықтан біздің ағзамыз ол қышқыл орта. Әрбір мына шырышты қабаттың, әрбір органның өзінің мына кислотно-щелочной баланс дейді, иә, сілтімен қышқылдық тепе-теңдігі болады. Осы тепе-теңдікті қалыпқа әкеледі бұл өнім. Осы тепе-теңдік қалыпқа келген кезде біздің ағзамыздағы өмір сүріп жатқан жаңағы патогенді ұсақ микроағзалар ағзадан, организмнен шығуға мәжбүр болады. Өйткені оларға өмір сүруге қолайсыз орта пайда болады. Сонымен қатар магний мен водород жаңағы біздің ағзамыздағы
бірден бір мына онкологияны туындататын ең басты жаңағы фактор деп айтсақ та болады, бос жүрген радикалдар. Осы бос радикалдарды ағзадан шығуына септігін жасайды. Міне, егер біздің тамырымыздың барлығы таза болса, сонымен қатар жаңағы лимфамыз айланып жүріп тұрса, тазаланып тұрса, үнемі асқазан ішек жолдарымыз тазаланып тұрса, біздің әрбір клеткамыз қайтадан оңалып, сауығып, жаңарып, жасарып жатса, біздің ағзамызда осының нәтижесінде жас болады. Өмір сүру жаңағы жасымыз ұзарады. Осындай міне керемет, тамаша магний водородтың әсері бар біздің ағзамызға тигізетін. Енді бір ғана осы элементті жаңағы қышқылменен қосудың арқасында кислотамин водород түзіледі сутегі. Соның нәтижесінде осындай біздің ағзамызда өте күрделі, өте тамаша, бізге оң әсерін тигізетін процестер жүреді. Бұның себебі магний 11 макроэлементтің ішіндегі ең бастысы осы магний болып табылады. Магний біздің ағзамыздағы бүкіл зат алмасу процесіне қатысады. Сонымен қатар, егер магний біздің ағзамызда жеткіліксіз болатын болса, онда біздің ағзамызда жұмыс жасап тұрған системалардың барлығы біртіндеп жаңағы сыр бере бастайды. Бүгін сізде бір хронический диагноз болса, ертең сол диагнозға тағы да бір хронический диагноз, одан кейін тағы да біреусі, міне сөйтіп хронический жаңағы созылмалы процестер біртіндеп біздің ағзамызда орын ала береді. Бұл магнийдің жетіспеушілігінен болатын дүние. Жаңада айттым, барлық зат алмасу процесіне қатысады деп. Біздің ағзамызда күніне 300 түрлі фермент түзіледі екен. Осы 300 түрлі ферменттің түзілуіне тікелей магний қажет екен. Жаңағы кальцийдің сіңірілуіне, одан кейін мына темірдің, натрий, жаңағы калий дейміз, элементтер енді көп қой, өте көп, йод бар, міне барлығына осы магний қажет. Бәріміз білеміз, біреуде, мысалы үшін холецистит деген диагноз қойылса, ол кісіде міндетті түрде гастрит болады. Сонымен қатар мына көк бауырдың қызметі бұзылады, ұйқы безінің қызметі бұзылады. Бұл органдар бір-бірімен тығыз байланысты. Егер қалқанша безде, мысалы үшін қандай да бір жаңағы диагноздар пайда болса, йодтың жетіспеушілігі немесе йодтың мөлшерден тыс көп болуы, осы қалқанша без өзінің қызметін дұрыс атқармағанда, мысалы үшін басқа да бездерде осындай міне бұзылу процестері басталынады. Патологиялық процестер басталынады. Өйткені біздің ағзамызда жеке дара жұмыс істейтін орган жоқ, бір-бірімен бірі тығыз байланысты. Міне қысқаша магний туралы осы. Ал енді келесі біздің өніміміз ол артралайн 5 күш деп аталынады. Бұл өнім өзінің аты да айтып тұр, артру деп. Артру деген ол сүйек. Бұл біздің мына опорно-двигательный аппарат дейміз ғой. Қимыл, қозғалыс, тірек аппараттарына жұмыс жасайды. Ол дегеніміз жаңағы біздің барлық буындарымыз. Сонымен қатар біздің ағзамызды мына тіктеп ұстап тұрған біздің омыртқамыз. Міне омыртқадағы, буындардағы патологиялық процестердің шешуі болып табылатын препарат. Бұл препараттың құрамында 5 түрлі шөп бар. Ол жаңағы тегеурінгүл дейді, живокост. Бұл тегеурінгүлдің атқаратын қызметі қандай? Ол біздің жаңағы буындарда тұрған қабыну процестерінің шешімі болып табылады. Ол қабыну процестерін кетіреді, сонымен қатар сол жерде жаңағы оңалтуды бастайды буынды. Сонымен қатар буындағы жаңағы мына сүйектің, шеміршектердің жақсаруына, мықты болуына, эластичный болуына септігін тигізеді. Гиалиновая хрящ деген шеміршек бар.
ол гиалиновый хрящ, міне мал сойғанда бәрілеріңіз білесіздер, екі жілікті бірінен бірін ажыратқанда жіліктің басы майда тегіс болып тұрады, иә? Осы міне сыртқы қабаты жаңағы майда тегіс болып тұрған қабат, сол гиалиновый хрящ деп аталынады. Осы гиалиновый хрящтың тозуынан, жаңағы үгілуінен сақтауға көмегін тигізетін осы тегеурін гүл. Бұл енді қабыну процесінің алдын алады дедім. Сонымен қатар осы гиалиновый хрящты қорғайтын бірден бір осы артралайының ішіндегі құрамдас бөлігі. Келесі бөлігі ол женьшень. Женьшень не істейді? Женьшень ол сіздің жаңағы буыныңыздағы қабыну процестерін шешеді. Сонымен қатар женьшеннің құрамында алантаин деген бір компонент бар. Бұл компонент жаңағы сіздің мына буындарыңыздағы коллагенді түзетін компонент. Егер коллаген болмаса, жаңағы буындарыңыз сіздің эластичный болмай қалады. Міне, коллаген деген ол қазіргі таңда өте бір модный деп айтамыз ғой, орысша айтқанда. Тренде дүние болып тұр. Коллаген деген. Осы коллагенді түзетін осы женьшеннің құрамындағы жаңағы алантаин. Келесі құрамдас бөлігі ол спирулин. Енді спирулинді білесіздер, спирулиннің құрамында бүкіл мына біздің Менделеев таблицасы бар деп айтуға болады. Өйткені бұл спирулиннің құрамы өте жаңағы ақуызға бай белокқа, иә, сонымен қатар қышқылдар, минералдар, майлар, тұздар ағзаға қажетті бәрі осы спирулиннің құрамында бар. Сондықтан спирулин ол сіздердің буындарыңыздың, жаңағы мына сүйектеріңіздің, шеміршектеріңіздің қорегі. Соларға бүкіл қоректік заттарды тасымалдап жеткілікті мөлшерде беретұғын осы спирулин. Келесі құрамдас бөлігі ол хлорелла. Хлорелланың атқаратын қызметі олдағы жаңағы сіздердің осы буындарыңыздағы қабыну процестерді кетіреді, сонымен қатар буындағы ісіктерді кетіреді. Хлорелланың тамаша бір жаңағы әсері бұл жаңағы біздің магний, водород сияқты, бұл да антиоксидант. Антиоксидант дегеніміз ол мына буындағы қажетсіз жаңағы улы заттар жиналып тұрған тұздар, иә, міне осының бәрін далаға табиғи жолмен ағзаға шығарудан, ағзадан шығуына көмектесетін зат. Былайша айтқанда, антиоксидант деген ол мына шаңсорғыштың қызметін атқаратын дүние ғой. Сізге кері әсерін тигізіп тұрған, буындарыңызда жиналып тұрған жаңағы тұздар, иә, ол жаңағы мочевой кислота болады, молочный кислота болады, щавелевая кислота дейді. Одардың барлығы тұз құсап жиналады, кристалл болып жиналады. Кристалл болып жиналғаннан кейін кристалдар білесіздер, одар үшкір-үшкір, иә. Бір мына буынның басында, мысалы үшін, міне жерде кристалл жиналып тұрған болса, ол баратта екінші буынды, мына жіліктің екінші басын қажай бастайды. Осы тұздарды ерітіп ағзадан шығаратын ол хлорелла. Сонымен қатар сіздердің буындарыңыздағы ісіктерді кетіреді. Ісігіңіз кетсе, буыныңыздағы тұздар еріп далаға шықса, әрине сіздің жүріс тұрысыңыз, қозғалысыңыз жеңілдейді. Ал енді келесі құрамдас бөлігі бесінші, ол бәрімізге белгілі, бала күнімізден бәріміз білеміз, ол қалақай. Қалақай да жаңа противовоспалительный дейді, қабынуға қарсы жұмыс жасайды. Сонымен қатар қалақай осы буындардағы ауырсыну процестерінің алдын алады. Орысша айтқанда обезболивать етеді, ауруды басады. Сіздің буыныңыз сырқырап, қақсап ауырып тұрма, міне осы артралайнды ішкеннен кейін осы ауырсыну белгілері біртіндеп азаяды. Буыныңыздағы жаңағы хруст дейді ғой, қытыр-сытырдың бәрі кетеді. Баспалдақтан түссеңіз де, аяғыңызды қозғасаңыз да, кімде тізесінде артрозы бар, қай жерінде артрозы бар, сол жері сықырлап, қытырлап тұрады. Міне осы белгілердің барлығы кетеді. Сонымен қатар бұл өнім жаңағы
Бізде қазір көбіміз отырып жұмыс жасаймыз, иә. Баяғыдағы біздің ата бабамыз сияқты біз жаяу жүрмейміз, бәріміз көлікке мініп жүреміз, атқа ешкім мінбейді. Міне соның нәтижесінде отырып жұмыс жасағаннан кейін, үнемі отырғаннан кейін бізде жаңа қан айналым процестері бұзылады. Осы жерде жаңағы мына 5 түрлі шөптің әсері, бұл спирулина бар, мына хлорелла бар, сол буындардағы қан айналым процестерін қайтадан қалпына әкеледі. Сонымен қатар қазір кімді алмасаң да бәрінде остеохондроз бар. Остеохондроз деген ол мына омыртқаның проблемасы. Осы остеохондроз асқынып келе жаңағы протрузияға айналады. Ол протрузияңыз барады да грыжаға айналады. Міне бұл процестер қалай жүреді? Жаңағы уақыт өтеді, бір кезде суық тиеді, сол процестерді біз елемейміз, жүре береміз. Бір күн массажға барып қайтамыз, бір рет ыстық моншаға барып қайтамыз, содан кейін жаңағы жақсы болып қалған сияқты сезінеміз өзімізді, сонымен елемей жүре береміз, аяғында осындай жаңағы өкінішті жағдайларға әкеліп соғып жатады, емін таба алмай жатамыз, шарқ ұрып. Міне осы диагноздардың барлығына осы артралайн өте тамаша көмектеседі. Енді құрметті менің тыңдармандарым, қысқаша міне айтқанның өзінде біз 20 минут осы екі өнімді айттық, ал енді қалған 40 минутымызды енді сіздердің көкелеріңізде жүрген сұрақтарға жауап берейік. Зәуре ханым, көп рахмет. Қысқа да нұсқа біздің өнімдер туралы өте құнды ақпарат бердіңіз. Қазақ тілінде өте сөз саптауыңыз керемет, майдалап, әдемі қылып жеткіздіңіз. Керемет, өте керемет. Рахмет сізге. Енді құрметті партнерлар, бүгінгі біздің спикерімізға, Зәуре ханымға біздің өнімдер туралы, оның әсері денсаулыққа, отзыв дейміз ғой, соның бәрі туралы қысқа нұсқа сұрақ қойсаңыздар болады.